Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Бүгінгі видеода біз блогераша проектінен Перекоп жолының 3-ші сериясын жалғастырамыз. Ал ендеше достар, сіздер құр отырмай лайк пен комментарияны санын аямай көбейтіп жіберіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Менімен бір ойнағыларың келсе, сендерді 89, яғни Череповец серверіне шақырамын. Ойынға кіргенде /promo деп жазып, активировать промокодты басып, хэштег Духа промокодын жазатын болсаңдар, сендерге кереметтей бонустар береді. Мына приораны менің подписчигім берген болатын. Енді ол видео менде сақталмай қалыпты. Енді сәл қуқаған ба, енді осыны 600 000 рубльға сатып жібердім. Менде ақша керек болып жатқасын. Менде барек 6-3. Ана жақта BMW F13 ба, сондай көлікті, ішінде спорты бар көлікті 4 миллионға сатып алған жатырмын. Енді мен высокий классқа кеткен болатымын. Высокий класстан енді перекоп жасаймын деп шештім. Сол жақтан хотя бы плюсқа кірем, бірақ кей кезде минусқа кіріп қалуы мүмкін. Так что қазір осы көлікті біз 4 миллионға сатып алатын боламыз. Көріп тұрғандарындай бізге мистер Адамс деген бала 6 миллион 400 мыңға жіберді. Енді біз бұны сатып алатын боламыз. Достар, көріп тұрғандарындай осы көлікті мен қазір 6 миллион 550 мыңға сатқалы жатырмын. Міне қазір жазатын боламыз. Міне жаздық. Енді жібердік. Енді бұл қабылдаса тезірек сатып жіберетін боламыз. Яғни бізде окуп 100 мыңға хотя бы 150 мыңға кіреміз. Комиссиямен айтқанда 100 мың үшін бізде солай болып тұр. 80 мыңға плюсқа кірдік қой сонда. Мынада жаңа сток деп, бір лям деген, 1 кк деп айттың ғой десем, это обмен дейма бір нәрсе дейді. Мен бірақ түсінбедім бұл баланы. Әйтеуір папочка деген бала, я ДП сказал дейді, өзім түсінбей қалдым, не айтқанын, не дегенін. Достар, менде Фрапс Джеймс Ройл деген бала, Эмилиан сатам деді. Эмилианы 1 лямға ма, сондайға алғал жаттым, 1-2 ма, сондайға алғал жаттырдым. И, обмен кидать еттім. Қазір рынығы 1 не болмаса 1-2 болғандықтан, 1 лямға сатып алғал жаттырдым. И, міне қойды, енді тұрды, анау Эмилиан риск апсайды ғой. И, басам Эмилиан апсайды. Мен, тұрдым да, атмена бас жібере салам қазір. И, бастық. Енді анау, общем, скам істегісі келгендіктен тайм істеп алдым да, сразу енді кетіп баратқан. У меня фрапс деп айта салдым, чтобы Эмилиан дұрыстап сату үшін, бірақ сонда да сатпады. Видеоның ең қызық жеріне де келіп жеттік. Осы көлікті, яғни акуланы 6 миллион 400 мыңға сатып алдым. Ішінде спорт бар, бірақ ескісі сәл бір түрлеу ма, бір нәрсе екен. Бірақ қазір бұл көлікті 7-5 лям, в общем, торг деп жаз қоятын боламыз. Қандай адам алса да бәрібір нормальный адам болса болды. Самый главный, ақшасы бар, нормальный адам болса болды. Енді соған тезірек сатып береміз. Перекупать ететін боламыз, в общем. Қаншаға сатылады, нормальный, в общем, бағаға кететін болса кетті, в общем. И достар, мені осы бір видеода 2 рет скамит еткісі келді ғой. Мені sell my car деп осы балаға 7 миллионға жіберіп жатырман. И, мына бала тұратта осын өзінің, слоты болмай қалады. И слоты болғаннан кейін слоты нету у тебя деп айттым. И, анау тұртты, боқтады айтты, обмен, может быть, обмен кидать етеміз дейді. Но бірақ мен оған сенген жоқпын, по-любому күттім. В общем, тогда я кидаю дедім, обменом может быть дейді. Онда мен қазір өзім назаз деген кезде сұрақ көретін боламыз. И сосын міне өзі жіберіп тұр, да дейді. И осы скам еткісі кеп тұрған жерлерді қараңыздаршы, я кидаю дедім да. В общем, чанжеп проб деп жіберіп жатырман. Я кидаю дейді, өзі маған жіберді. И по прикол қабылдап көрдім. И мына жақта осы өзінің ППС гелігін алды, яғни алдыңғы блэкпастағы гелікті алды ППС-тан. И, тұртта маған қазір не айтқысы кеп тұрған көрсеңіздер, кәдімгі күлкінішті, неге десеңдер, мұнан мен скам еткісі кеп тұрған, мен бұндай скамдардың талайын көріп тастаған ғой. Күтіп тұрмыз, Бушидо деген затаймен на фрапс дейді ғой. Нет деп сама. Анау бала маған тайм істесем, андай басыл кетеді да деген. В общем, басы дайында тұрамыз да. И так, күтіп тұрғандарындай, міне көріп тұрғандарындай, жай күтіп тұрсан, мұнау бізге обменді кидать етіп тұрған жоқ. Получается, бұл мені қазір кидать еткісі кеп тұр, яғни скамит еткісі кеп тұр. Затаймен на фрапс деп уже басымды ауырып берді, күтіп отырым. Бірақ сонда да бұл мені скамит еткісі келді. Бірақ күтеміз, енді не істейтінін, бірақ бұл мені ешқашан скамит ете алмайды. Себебі мен бұндай скамдардың барлығын Владимир, яғни 78 серверда көріп тастағанмын. Көріп тұрғандарындай бандитто, пабритто, яғни алдыңғы видеодағы бала, осы көлікті, акуланы, ол да мен дәрежеме жетіп қапты. И түсінбей анадан шатасып, чанжек проекті жазып отырмға. Бұл көлікті 6 миллион 700 мыңға алғал жатыр. Енді комиссиямен примерно 6,5 миллионда келетін шығар.
Короче, қазір жіберетін боламыз. Осы жерге так 12.62 деп жазатын боламыз. Жаздық. Енді мына жерге 7 миллион дегеннің орнына 6, одан кейін так 0-ді өшіреміз де 7 дейміз и жібереміз. И қабылдағанын күтеміз. Ынзы қойдым, ынзы енді бұрынғы номер болса да қоя берейік. И плюс бізде 6 миллион 630 мың.